Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге букеттің тағы бір жаңа түрін, жаңа техниканы көрсетпекшімін. Яғни клубникаларды жатқызып жинайтын боламыз. Әдеттегідей клубниканы жақсылап жуып аласыздар, сосын құрғатасыздар орамалмен. Барлығын түгел сүртіп, білесіздер, иә? Клубникаларыңыз құрғақ болмаса, шоколад дұрыс тұрмайды. Заттарды дайындап аласыздар, банкаларды дайындап аласыздар. Сосын шоколадты микроволновкада ерітіп алып келесіздер. Енді мұқият қараңыздар, қыздар. Мына шоколад уже жұмыс жасауға дайын. Шпажкаға клубниканы қалай отырғызамыз, соны қарап алыңыздар. Вот клубника обычно жинағанда тіке шпажканы салатын едік қой. Ал қазір вот қиғашынан саласыздар. Былайынан кіріп тұрады ішінен. Жартылай шетке қарай ығыстырып саласыздар. Қараңыздаршы. Сол кезде клубникаларыңыз былай жатып орналасады. Көрдіңіздер ғой, ең түпкі өзегіне шпажканы тығып кіргізіңіздер, сол кезде плотно кіретін болады. Вот сол жерге тіке кіргізесіздер да, потом ары қарай былай клубниканы жатқызып саласыздар. Вот барлық клубниканы осылай жатқызып шпажкаға орналастырып шығасыздар. Вот клубника түбі и тіке шпажканы тықпайсыздар, қисайтып тығасыздар. Вот клубниканың барлығы сол кезде жатып орналасады. Бұл техниканы жасағанға желательно осы қатты формасы жақсы келетін клубникалар болған дұрыс. Егер іші бос клубника болса, мынандай болып шпажкаға орналаспайды. Клубникаларыңызды шпажка тесіп кететін болады. Сол үшін осынау турецкий, сабрина, альбион деген сорттар осы техникаға жақсы келеді. Көбінесе местный клубникалармен бұлай жұмыс жасаған қиынырақ болады, қыздар. Вот әр клубниканы салфеткамен құрғатып аласыздар, шоколадқа батырар алдын. Дальше процесстің барлығы как обычно. Қалай оформлять еткіңіз келеді, солай клубникаларды бөліп аласыздар и шоколадтарға батырып, оформлениясын қандай қылып жасағыңыз келеді, солай жасап шығасыздар.
сонымен клубникаларымыз дайын. Енді скотчтың басын шығарып дайындап қоясыздар. Қазір букетті жинаймыз. Букетті тоже как обычно примерно. Ортаға бір клубниканы алып алып, айналасынан клубниканың размеріне қарай 5-6 клубниканы айналдырып шығасыздар. Сосын сол бойынша келесі кругты айналдырасыз. Солай қандай үлкен букет жасаңыз келеді, соншалықты клубниканы айналдырып орналастыра бересіздер. Вот, ең алдымен білесіздер, 2 клубниканы жақсылап скотчтап аласыздар. Сосын келесісін қойып, осылай бір клубниканы айналдырып шығасыздар. Әр шпажканы қойған сайын скотчтап тұру өте маңызды. Әйтпесе клубникаларыңыз, букеттеріңіз андай шашыраңқы болып, дұрыс әдемі жиналмайтын болады. Тағы айтып кететін нәрсе, қыздар, скотчтаған кезде скотчты қатты жоғары жаққа, яғни клубникаға қарай жақын ұстамаңыздар. Барынша центрда или кішкене төменірек жасасаңыздар, букеттеріңіз әдемі жиналады. Егер скотчты жоғары қарай клубникаға қарай жинайтын болсаңыздар, клубникаларыңыз қысылысып, бір-бірін итеріп, букеттеріңіз быт-шыт болады. Осыған мән беріңіздер. Қандай букет жинасаңыздар да скотч шпажканы орта жағында немесе төменірек ұстап орналастырып скотч жасаңыздар, букет әдемі жиналатын болады. Міне ортада бір клубника и 6 клубниканы айналдыра орналастырдым. Жақсылап скотчтап алып, келесі клубникаларды осы рет бойынша айналдырып, сағат тілімен қалай ыңғайлы солай айналдырып орналастыра бересіздер. Түстерін үйлесімділігін мән беріңіздер, үйлесімділігіне. Дальше осылай барлық букетті жинап шығасыздар, қыздар.
қаттан қатты ауырлау вазаға қойғандарыңыз дұрыс. Қазір оформлениясын аяқтаймыз. Блеск себемін. Кондуринді құрғақ күйінше сепсеңіздер, более нежный оттенок аласыздар. Егер спиртпен араластырсаңыздар, қанық, золотистый түс аласыздар. Ол өз қалауларыңызға қарай. Просто әшейін слаб болып тұрсын деп тек сеуіп қоямын. Енді букеттің сыртына стеклоны қаптайсыздар. Дальше, қыздар, как обычный букеттегідей, стеклоны екіге бөлінгендегі бөлігі жетеді. Енді әрине клубниканың букеттің размеріне қарайсыздар. Үлкен букет болса, целый стеклон пайдаланасыздар. Кішігірім букет болса, жартысы жетеді. Осылай орналастырып, скотчтарыңызды обязательно дайындап алыңыздар. Бас жағын ашып, екі жағынан скотчқа жабыстырамыз. И дальше осылай стеклоны жауып, скотчтайсыздар. Сосын букеттің упаковкасын, как обычно, қаптайсыздар.
мінекей қыздар, әдемі букетіміз дайын болды. Бұл букетті более андай объемный, үлкенірек қылып көрсетеді, себебі клубникаларымыз жатып орналасады. Әдеттегіден кішкене көбірек уақыт алады, енді қолы үйренбегендіктен. Ал негізі постоянно осылай жасайтын нелерде бар, мастерлар, иә. Кімге қай техника ұнайды, сол бойынша жасап, өздерінің изюминкасын қалыптастырады. Өздеріңізге қай техника ұнайды, солай жасай беріңіздер. Вот, букетіміз дайын. Соңғы штрихтар, яғни логотипті жабыстырамыз, әдемілеп суретке, видеоға түсіріп алатын болыңыздар. Сәттілік, қыздар. Техника ұнады деген ойдамын.